жобамның тақырыбы қазақтың рухын көтерген жарық жұлдыз Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев. Бағыты Қазақстанның тарихи ескерткіштері және болашақ дамуы бар саяхат маршруттары. Секциясы әдебиет, авторы Жұмахан Аянат, жетекшім Әденова Гүлнафис Асқарқызы. Ғылыми жұмыстың тақырыбы ел үшін тынбай еңбек еткен Дінмұхамед Қонаевтың ел үшін атқарған істеген ерен істерін талдау, өз қаламынан туған шығармалары арқылы оқушыларды адами қасиеттерге баулу, ел үшін атқарған тағылым арқылы оқушыларды азаматтық бейнеге үлгі өнеге ету. Зерттеу тапсырмалары Қонаев туралы ғылыми тапсырмалар мен әдебиеттерді зерттей отырып, алынған деректерді жинау, талдау, сараптау. Зерттеудің объектісі ұлы тұлғаның еңбектері мен естеліктері. Зерттеудің міндеттері әдебиеттерді, ғылыми еңбектерді саралау, Қонаевтың еңбек жолындағы алғашқы жетістіктерін, Қонаевтың мемлекет қайраткері ретінде атқарған қызметтерін, Қазақстанның халық шаруашылығы мәдениетінің дамуына қосқан зор үлесі жайында материалдар жинақтау, Қонаев туралы айтылған ой-пікірлердің топтамасын жасау, Қонаевтың нақыл сөздері мен Қонаев туралы қызықты фактілерге талдау жасау. Зерттеудің ғылыми болжамы жұмысты оқи отырып, оқырманның қызығушылығын арттыратын тың деректер арқылы жастарды патриоттық сезімге баулау, яғни Қазақстанды құрушы жастардың қолында. Егер зерттелген жұмыстың нәтижелері сыныптан тыс іс-шараларда, тарих пен қазақ әдебиеті пәнін оқытуда жүзеге асатын болса, онда оқушылардың патриоттық сезімі оянар еді. Зерттеудің жаңалығы қазақ халқының тарихында болмысы бөлек, мінезінің байлығымен, терең білім, ақыл парасатымен дараланған ұлы адам Қонаевтың халқының рухын көтеруге арналған еңбектерін қала көшелеріндегі бейнероликтерде көрсету. Бірінші тарау Қонаевтың ел қызметіндегі елеулі кезеңдері. 1936 жылы Қонаев институтты ойдағыдай бітіріп, тау-кен инженері мамандығын бітіреді. Яғни 1937 және 1939 жылдары Балқаш мыс қорыту комбинатының жұмысқа орналасып, онда бұрғылаудың машинері және цех бастығы, рудниктің бас инженері және сол жердің директоры болып жұмыс атқарады. 1939 жылы екінші дүниежүзілік соғыстың қиын күндерінде өзінің ұйымдастырылуымен іске түсіп, Алтай полиметалл комбинатының инженерінің орынбасары, рейтердің руднигі және КСРО қорғасын мырыш өнеркәсібінің ең ірі кәсіпорындарының бірі, Ленингор кен басқармасының инженері және директоры қызметін атқарады. 1939 жылы КОКП мүшелігіне сайланады. 1942-1952 жылдары Қазақ КСР министрлер кеңесінің төрағасының орынбасары болып қызмет етті. Осында жүрген кезде Қазақстанның ғалымдары оған зор сенім көрсетіп, оны Қазақ КСР ғылым академиясының академик етіп сайлайды және оны президент етіп сайлайды. Тау-кен ісінің орынбасары етіп, Дінмұхамед Қонаев республиканың даму жолында зор еңбек көрсетеді. Ғылыми ұйымдық жұмыстарды жақсарту, ғылыми зерттеулердің салаларын нығайту шаралары оның басшылығымен жүзеге асады. 1955-1960 жылдары Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің төрағасы болады. 1960 және 86 жылдары Қазақстан Компартиясының орталық комитетінің бірінші хатшысы болып қызмет атқарады. 1986 жылы 16 желтоқсан күні Қазақстан орталық комитетінің бірінші хатшылығынан босатылып, қолбен тағайындалады. Бұған наразы болған қазақ жастарының желтоқсан оқиғасы орын алады. 1987 жылы маусымдық пленумда Қонаев Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы қызметін атқарып жүрген кезде республика партия ұйымын басқаруда жіберген қателіктері үшін оны КОКП мүшелігінен алып тастайды. Бізде Қонаев билік еткен жылдары көптеген жақсы нәтижелерге жеткен болатынбыз. Яғни 1955-1986 жылдары бізде Қазақстанда көптеген жақсы нәтижелер болды. Яғни халық саны көбейді, мал басы көбейді деген секілді. Халық саны бізде 7.992.000 адамнан 1986 жылы 16.244.000 адамға дейін көбейді. Ал қалалардың саны 43 қаладан 86 қалаға дейін өсті. Сонымен қатар бізде мұнай өндіру 1,4 миллион тоннадан 21 миллион тоннаға дейін өсті. Ал темір жолдың ұзындығы